Жалпы жетістікке жету тәсілдерін айтайын. Кез келген жетістік, ол менің ережем мысалы. Кез келген жетістікке жету үшін бизнес саласында болсын, саяси саласында, мәдениет саласында болсын, қай жерде болсын, жетістікке жету үшін үш нәрсе қажет. Бірінші, ол мүмкіндік, екінші дайындық, үшінші критикалық мұқтаждық, оны мен критическая необходимость деп айтамын. Дұрыс па? Критикалық мұқтаждық. Осы үш нәрсесі бар адам жетістікке 100% жетеді. 100%. Міне қараңызшы, бірақ бұл жерде көптеген тылсымдар бар, ішінде сиқыр бар. Бірінші, адамдардың 80%-ы жаңа мүмкіндік іздеп жүгіріп жүреді, шауып жүреді. Мүмкіндік іздейді. Мүмкіндік іздеп қажеті жоқ. Мүмкіндік деген күнде өмір деген өмір сияқты, өзен сияқты жаныңыздан өтіп жатады. Мүмкіндік күнде келіп жатыр, кетіп жатыр. Міне бүгінгі жиынның өзі мүмкіндік. Мүмкін сендер біреумен қазір танысасыңдар да, ол сендердің тағдырыңды өзгертетін бір кездесу болуы мүмкін. Мәселе мүмкіндікте емес, мүмкіндіктер тола, жетеді. Іздемеңдер мүмкіндікті. Адамның 80%-ы мүмкіндік іздеп шауып жүреді. Сонымен әлек. Адамдардың 19%-ы өзін дайындайды. Бұл дұрыс жол. Өйткені адам өзін дайындаған сайын жаңа деңгейге көтеріледі, оған жаңа мүмкіндіктер ашылады. Және де ашылған мүмкіндіктердің көптеген мөлшерін ол өзінің пайдасына тигізе алады. Өзінің пайдасына айналдыра алады. Сондықтан адам өз қолындағы нәрсемен айналысу керек, өзінің дайындығымен айналысу керек. Дайындық деген не? Ол білім, ол жаңа спорт болсын, бет әлпеттерің болсын, кейде мысалы мен тағы бір нем бар, кейін айтам, қай адамдардың форасы бар бұл өмірде. Бір адам несі артықтығы бар. Сол дайындықпен айналысу керек. Дайындық деген тау сияқты. Сендер шыққан сайын көбірек мүмкіндік көріп отырасыңдар. Көбірек мүмкіндіктерді өздерінің пайдаларыңа айналдыра аласыңдар. Үшінші, ол критикалық мұқтаждық дейді. Мен мысалы білем, кейбір адамдар дайындығы бар, мүмкіндігі де бар. Ештеңе істемейді. Неге істемейсіңдер десем, бізге жетеді дейді. Мұқтаждық жоқ. Олар неге жетістікке жетпейді. Тек қана мұқтаждық болған күнде ғана адам жетістікке жете алады. Мысалы, мына Кортес деген қолбасшы мына Оңтүстік Америкаға түскенде, конкистадор, артындағы кемелерді жағып жіберді. Не үшін жақты? Критикалық мұқтаждық жасау үшін. Бітті, кеме жоқ. Біз не жеңеміз, не өлеміз. Басқа амал жоқ. Мына Ганнибал неден өткенде, Рубиконнан Ганнибал ма? Альпідан өттім бе? Цезарь өтті. Рубиконнан кім ошым артындағы нелерін... Бір қолбасшы ғой әйтеуір. Бір қолбасшы артындағы көпірлерін жағып жіберді. Бітті. Не жеңеміз, не өлеміз. Бітті. Сонда ғана мына критикалық мұқтаждық бар. Олардың дайындығы бар. Алдында жаттығып үйренді ғой. Міне алдында тұрған жер жатыр. Ол мүмкіндік. Олар жаулап алды. Сондықтан критикалық мұқтаждық бұның осы астың ішіндегі ең маңызды қосымшасы. Ал енді критикалық мұқтаждығы бар адам, критикалық мұқтажы жоқ адамнан қалай айыруға болады? Мен мысалы қазір өзім сондай неге ережеге келдім. Мен жетістікке нақты жете алатын адамды қазірден бастап көре алатын болдым. Өйткені күнделікті өмірде сендер ереже қолданасыңдар ғой. Ертеңнен бастап, дүйсенбіден бастап спортпен айналысам дейді біреулер. Жүгірем дейді. Жарайды, жүгір. Сосын бір күні ауырып қалдым дейді. Жүгірмейді. Тағы бір күні іс-сапарға кетіп қалдым дейді. Мен командировкада қалай жүгірсем? Мүмкіндік жоқ. Сосын бір күні тағы бір деген болып қалды, сылтау. Сонда критикалық мұқтаждығы бар адамның ең бірінші ережесі ешқандай ерекшелік жасамайды өзінің ережелеріне. Орысша айтқанда никаких исключений. Исключение болмау керек. Егер сен 5:30-да не 7-де таңертең тұруға бел байладың ба, өзіңе өміріңе сондай ереже енгіздің ба, ауыр
ауырсаң да, іс сапарда жүрсең де, балық аулап жүрсең де, мынау аңда жүрсең де, үйде жатсаң да, өліп бара жатсаң да, сол сағат 7-де тұруың керек. Ешқандай ерекшелік болмау керек. Оның бір сиқырлығы, егер ерекшелігің болмаса, тұру оңай болады. Өйткені сен білесің, өз-өзіңе ешқандай сен нетпейсің, ерекшелік бермейсің. Өзіңді аямау керек қой. Еркіндік бермейсің. Бұл өмірде жалпы өз-өзін аяған адам ешқашанда жетістікке жетпейді. Ешқашан жетіспейді. Өйткені өз-өзін аяған адам ол міндетті түрде біреуді кінәлайды, өзін кінәламайды. Біреуді кінәлайды. Ондай адам ешқашан жетістікке жетпейді. Сондықтан критикалық мұқтаждығы бар адамның ерекшелігі, ол өзінің ережесінде ешқандай ерекшелік бермейді, исключение бермейді. Ол бір. Енді мына критикалық мұқтаждықты қалай тудыруға болады? Ол бірінші адам әбден мына өмірдің түбіне жетіп, мынандай қатты жерді сезгенде, уже ары қарай құлауға болмайтынын түсінгенде, сонда нақты мұқтаждық пайда болады. Мысалы, бұл ненің сипаттамасы, өз байқасаңыз, ауылдың балалары көбінесе үлкен жетістіктерге жетеді. Мен өзім ауылдың баласымын. Кезінде қазақ мектебін бітірген, 2 жыл қой баққан адаммын. Сол қой баққан адамнан не сұрайсың? Міне көтерілдік қой, жеттік Алматыға. Сондықтан ауылдың балалары көбінесе, мына бизнесмендердің арасында мен байқап жүргенім, көбісі бір қайдағы жоқ, ит өлген ауыл дейді ғой оны. Ит өлген ауылдан келген жігіттер. Өйткені мұқтаждық болды. Екінші мұқтаждық, әсіресе жастардың арасында болады, біреуге ғашық болып қалғанда. Өлердей өзіне мақсат қойса, өлтіріп сүйді ғой. Өйткені біреуге ғашық, біреудің алдында нету керек, тез арықтау керек, не тез жетістікке жету керек, не өзінің керемет екендігін көрсету керек, сондай. Үшінші, ол саналы түрде сіздер өздеріңе ереже қойып, оның ешқандай ерекшелік болмайтынына өздерің көздерін жеткізіп, өздеріңді аямай, сол ережелеріңді сақтауларың керек. Ондай ережелерді ешқандай кіндіксіз сақтау үшін, ол үшін сендер кайдзен қолданып, кайдзеннің ең бірінші қағидасы, өзгеріс жасағанда кішкентай ғана адым жасау керек. Әйтпесе, көп міндет алсаңдар, міндетті түрде сендер сынасыңдар. Сондықтан кішкентай ғана адыммен алға басу керек. Кішкентай адыммен. Бір адым жасадыңдар ма, соны әбден дағдыға айналдырғанша келесі өзгеріс жасамауларың керек. Бір өздеріңді сындырып аласыңдар. Сосын тағы бір өзгеріс, оны дағдыға айналдырып жүру. Сосын тағы да өзгеріс. Сөйтіп, бірде бір ереже, 2 ереже, 3 ереже сөйтіп, мен жасыма келгенде өмірлерің толған ереже болып кетеді.